Мыңдаған жылдар бойы адамзат тағамының негізі болған нан шын мәнінде зиян ба? Соңғы ғасырларға дейін адамдар нан өнімдерін өндіру үшін қолданған ұн қазіргідей емес еді. Яғни диірменнен өткізілген тұтас бидай дәндері болған. Тұтас дәнді ұннан жасалған нан әрқашан көтеріле бермейді, ал түсі күңгірт сұр. Өндіріс дамыған сайын нан пісіру дәстүрі де өзгерді. Адамдар таза крахмалды қалдырып, астықты тазалауды үйренген. Пайдалы қоректік заттардың негізгі көзі болып табылатын ұрық пен қабық жоғарғы сұрыпты ұн өндіру кезінде толығымен жойылатын болды. Қысқасын айтқанда, біз үйреніп қалған нанның әдемі түсі мен жағымды дәмі бар. Бірақ ол денеге қажетті макро және микроэлементтерден толықтай дерлік айырылған, яғни пайдасыз. Неліктен нан денсаулыққа зиянды? Диетологтар ақ нанның жоғары гликемиялық индексіне байланысты жеуге кеңес бермейді. Жоғары гликемиялық индекс қарапайым көмірсуларға бай тағамдарға тән. Олардың ерекшелігі олар оңай және тез сіңеді. Найзағай жылдамдығымен глюкозаға айналып қанықтық әкеледі. Дегенмен тез қанықтыру аштық тез пайда болуына, демек қайтадан бірдеңе жеуге деген ұмтылысты тудырады. Сондықтан асқазанды толтырғандай көрінетін тәтті тоқаштан кейін, шамамен 1 сағаттан кейін сіз қайтадан тамақ туралы ойлай бастайсыз. Бұзылған фигурадан басқа, жоғарғы сұрыпты ұннан жасалған нан өнімдерін шамадан тыс тұтыну нәтижесінде туындайтын басқа да мәселелер бар. Жоғарғы гликемиялық индексі бар тағамдардың қатарына кіретін нан өнімдері әйелдерде жүрек соғысының ықтималдылығын 2 есе немесе одан да қатты арттырады. Ақ нан ағзаға қажетті амин қышқылдарын қамтымайды, яғни ұн өнімдерін көп пайдалану адамда қоректік заттардың жетіспеушілігіне әкеледі. Жоғарғы сортты ұннан жасалған өнімдер көбінесе химиялық ашытқыларға бай, ал олар болса қалқанша безі аурулары, тағамға төзімсіздігі, аллергиясы және дисбактериозы бар адамдар үшін қауіпті. Нандағы ашытқы неліктен зиянды? Мыңдаған жылдар бойы адамдар құлмақ, қара бидай және де басқа да табиғи бастауларға негізделген ашытқыны қолданып нан пісірген. Өткен ғасырдың ортасынан бастап өнеркәсіптік ашытқы нан өндірісінде қолданыла бастады. Нан пісіру процедурасын бірнеше есе жылдамдатуға, демек өнімділікті арттыруға мүмкіндік берген жаңа ашытқы дәстүрлі ашытқыны қолданыстан шеттетіп жіберген. Ашытқы адам ағзасына зиянын негіздейтін бірнеше дәлелдер бар. Ашытқы ішек микрофлорасын бұзады. Адам денсаулығын сақтауда ішек микрофлорасының жағдайы маңызды рөл атқарады. Ал ашытқы белсенді саңырауқұлақ болғандықтан, ол денеге енгеннен кейін ішектен пайдалы бактерияларды ығыстырып, өте тез көбейеді. Сонымен қатар, оның өмірлік белсенділігінің жанама өнімі ретінде ашытқы ішектің жағдайын жақсартуға мүлдем ықпал етпейтін антибиотиктерді шығарады. Осы факторлардың комбинациясы иммунитеттің әлсіреуіне әкеледі. Ашытқы өндірісінде ауыр металдар қолданылады. Тіпті ГОСТ бойынша наубайхана ашытқысының дайындау процесінде аммоний сульфаты, аммиак, күкірт қышқылы, магнезий ұнтағы, тұз қышқылы, перхлор және құрылыс әктері, сондай-ақ кобальт, мырыш, мыс, азот және басқа да элементтер қолданылады. Ашытқы қоректік заттардың жетіспеушілігіне әкеледі. Ашытқыдағы саңырауқұлақтар ағзаға түскеннен кейін көбею үшін адам ағзасынан витаминдер мен минералдарды алады. Ашытқысы бар тағамдарды шамадан тыс тұтыну қалыпты өмірге қажетті макро және микроэлементтердің жетіспеушілігіне әкеледі. Ашытқы ашытуының жанама өнімдері қауіпті. Ашытқы белсенділігінің нәтижесінде диметилсульфид, изомил спирті, ацетин және тағы да басқа улы заттар пайда болады. Ашытқы созылмалы кальций тапшылығын тудырады. Бұл остеопорозға келеді. Ашытқы қышқылдық негіздік тепе-теңдікті бұзады, ал оны дене барлық мүмкін түрде сақтауға тырысады. Олардың ішіндегі ең айқын көрінісі кальций сүйектерден алуы. Сондықтан ашытқы бар тағамдарды артық жеу кальций тапшылығын тудыруы мүмкін, ал ол остеопорозға айналуы ғажап емес. Наубайхана ашытқысының ағзаға жағымсыз реакцияларын тізімін мұқият зерттей отырып, нанның ішекке неліктен зиянды екенін анық болады. Жеп жүрген тағамдарға көзқарасыңызды қайта қарауға тағы бір себеп оларда глютеннің болуы. Глютен бидай, қара бидай, сұлу, арпа және олардың туындыларында кездесетін ақуыз. Бұл ақуызды глютен деп айту себебі сумен араласқанда желімге ұқсайтын зат түзеді.
Дүние жүзіндегі адамдардың шамамен 1% целиак ауруынан зардап шегеді. Бұл глютенге толық төзбеушілік. Иммунитеттің күрт төмендеуімен көрінетін бұл жағдай толығымен емделмейді және барлық дәнді дақылдардан бас тарту арқылы ғана азайтылуы мүмкін. Бүгінгі таңда қалған 99% адамның 1/3-інде дерлік глютен төзбеушілік белгілері бар. Сондықтан қандай нан жеу және оның мөлшері жайлы ойлануыңызға міндеттісіз. Ал енді қандай нан жейміз? Тұтас дәнді ұннан жасалған нан немесе цельнозерновой хлеб көптеген дүкендерде бар. Сол дүкенде кішкентай, бағасы қымбат болған нан. Өкінішке орай, ол нандардың барлығы шынымен тұтас дәнді ұннан жасалған нан емес. Ол қалай десеңіз, өндірушілер бұл нанды жасаған кезде жоғарғы сұрыпты ұнды да қосады. Ал бізге қайсында тек тұтас дәнді ұн қосылғанын анықтау қиынға соғады. Сондықтан шынымен де денсаулығыңызды ойласаңыз, өзіңіз пайдалы нан жасауды үйренгеніңіз жақсы болар еді. Ал нан жесең тезірек тоясың деген түсінік тек дұрыс ұннан және дұрыс ашытқыдан жасалған нанға қатысты екенін ұмытпайық. Кәдімгі жоғарғы сұрыпты ұннан жасалған нан болса, қайта тезірек қарынның ашуына әсер етеді. Ол жайлы жоғарыда айтқан едім. Мен бұл үлкен тақырыптың тек басын бастап бердім. Ал сіздің денсаулығыңыз өзіңізге керек болғандықтан, ары қарай іздену өз қолыңызда. Бұл жайлы ақпаратты интернеттен табу қиын емес. Біз жеп жүрген көптеген тағамға оңтүстік Америкадан әкелінетін қоңызды қосады десем, сенесіз бе? Ал бұл таза шындық. Осы жайлы видеоны көру үшін экрандағы батырмаға басыңыз, немесе сипаттамадағы алғашқы сілтеме бойынша өтіңіз.